Егерде 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса, бұл чемпиондар шоуы. Көп нәрселер мен үшін оп-оңай. Гол соғу, ақша табу және кен қуыршағында викинг секілді болып көріну. Франция өз үйім, Турин жүректегі қалам, ал Манчестер Англияның солтүстік батысындағы жай ғана шаһар. Менің бапкерлік мансапым тура Деле Алидің бағытында. Ой, ема, Эвертоннан Фрэнк Лэмпардты қуғаннан кейін ол жаққа мен барам ба енді? Шабуылшы үшін 100 миллион жұмсап, арты көт болған ең құрғанда бір команда бар ма? Өтінем, иә деңдер. Джордж Вашингтон, Джон Адамс. Окей, жігіттер, бассейндегі соғықтың уақыты келді. Қараңшиш, мен акуламын. Марко Асенсио. Суда жүзуге деген ниетімді көріп тұрғам жоқ. Көмектесіңдер, көмек. Жоқ. Эй, жігіттер, Почеттиноның бізге тым керегі жоқ деп ойлаймын. Бұл рас. Қалқалай жігіттер, мен стейк әкелдім. Лео, қойш қасқа, бізде онсыз да көп бұлар. Қара, мен гамбургерлер аттым, Донателло хот-догтан жіберді. Тағы бір рет біздің рационды бұз жібереді. Ал мен сенің әйелің дайындаған салат әкелдім. Көрдің бе? Мұнау пайдалы. Бірақ бұл үздік стейктер ғой. Мұны әкелу үшін Барселонаны банкрот еттім. Мұнау балғын көрінеді екен. Бечиш сен. Қосол құрамдағыларға атшиш мұнан. Тыңдаш, Грекияға қыдырғың келе ме? Бір жақсы жерді білем. Криштиану, дөрекі боп көрінгің келмейді. Бірақ сенің су мотоциклің мұна бассейн үшін нән боп көрінбей ме? Мүмкін мұна бассейн мотоциклің үшін тым құрттай шығар. Бәрі бір емес па? Бірде ойлаймыз, байқадың ба? Мықты командамыз. Қараңдар, Мане мен Салах бассейнге сүңгейін деп жатыр. Вау, кеттік, бәрін таста. Қарайық мұнаны. Жарыс! Салах жүзуді өлтіреді, білем. Бірақ бұл жолы Садиоға бәс қоям. Олар ұлттық құрама деңгейіндегі қарсыластар. Бірақ командасының нағыз достар. Базар жоқ. Вау! Жаман емес. Ей, біздің бақтыластықты қараңдар. Месси Роналдуға қарсы. Бар заманның ең ұлылары, дұрыс па? Негізі бүкіл командалары мен арқылы ойнайды. Ал енді маған командалық ойыншы болу керек. Кейде бұлай ойлайым, осында болуымның жалғыз себебі өзге командалар менің жалақымды көтере алмайтын сияқты. Ақымақ шигол футболшылар. Маған керек еді олар. Футболдың не екенін білесіңдер ма өзі? Сәлем, Криштиану. Сен не, тізбекті қиратқың келе ме? Жоқ. Түсіндім сені. Мен келістім. Мұнаң деген кайф екен. Бұрындар екеуміздің бақтыластығымыз жайлы әңгіме мені қажытатын. Ал қазір мұның жоқтығы қажытады. Бір нәрсе сезген сияқтымын. Мен өзімді қалай жақсы көремін, командамда мені солай жақсы көрген қалай. Ал мен командамда шабуылшылар аз болғаны қалай. Менің брендім бар түрсейлерді дүкендер көп деп сатса деймін. Жаратылыс тарихындағы үздік футболшы болғым келеді. Мынау қалыпты ма? Қалыпты деген нәрсені мен қақта білейін. Үйімде 25 мыңдық мен бейнеленген балауыз мүсінім бар. Жоқ. Персінді болды. Жарайды, Левандовскийге прикол ұстағың келе бе? Бірақ алдымен алтын топтарымызды алып алайық. Чарльз Бипкенс және 2 қабаттық автобус атымен айтайын. Бұл кезекті 6 жылдық келісім шарт. Мені тіркеді және ешқандай өтемақысыз. Беймарал сүйем бұл клубты. Тоттенхемді кім босатып жіберген? Ретро үлгідегі сігісімді формалар. Біз футбол клубымыз. Бірақ ең бастысы біз лайфстайл брендпіз. Арсенал? Ой, біля, не бүлдіріп атсыңдар мұнда? Криштиану, бұдан бұлай біз УЕФА-да емес секілдіміз. Суперлига. Үздік клубтар, футболшылар әр апта сайын. Антитейн. Егер бұл мультиғалам болса, қатты шуланам. Мультиғалам ситуациясы. Басты рөлде чемпиондар. Лайк бас, арнаға тіркел
шеш. Үздік футбол контенті ғаламына едің келсе, ақұдай. Егер де ғаламшарымыздағы 300 ең супер ойыншылар және олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және қомақты ақша таба бастаса, бұл Суперлига. Пенальтиден де артығырақ жақсы көретін бір нәрсем бар. Бұл Суперлигада ойнау. Мен де Суперлигада ойнауды жақсы көрем. Құлақтан теуіп тұрған сияқты естіледі екен. Қайттан айтшы. Айтқаныңды қайтала. Менің қарапайым ғана футбол ойнағым келеді. Қосалқы құрамға оны. Жоқ, тек қосалқы құрамға емес. Қолымыздан келді. Жақсы жұмыс, Ромелу. Керемет сұхбат беруді жалғастыра бер. Вау, мұнда кәдімгідей барлығы керісінше екен. Біз Месси екеуміз уақыт кеңістігінен бір үлкен тесік жасаған сияқтымыз. Суперлига өмір сүретін альтернативті ғаламдамыз. Әп-бәрекелді. Англияға оралуым қате болды. Осы аптада Лионель Эль Кабро Месси, Криштиану мен жалғыз Роналдумын Роналдуға қарсы. Апта сайын өтетін Эль Классиконың жаңа шығарылымында. Бұл екі алыптың өткен аптадағыдай бір-біріне қалай бетпе-бет келетіндігін көріңіздер. Оған дейінгі аптада да солай. Бұл бүкіл ғаламдағы ең ұлы футболшылар. Жанды естіледі, Құдайым-ау, қанша гол соғуға болатындығын елестетші. Қалағанша ассист жасайсың. Ойлаш, қандай XG болады менде. Үздік футболшылар, үздік клубтар, әр апта сайын. Қалай? Бізді үлкен матчтар күтіп тұр алда. Сондықтан сендерден бір жаратын әңгіме естігім кеп тұр бар ғой. Мен драма дивизионның режиссерімін. Жұмыс менің мынау. Лига балғындығын сақтау. Бүкіл детальдарды ойлап табам. Кім қаһарман, кім зымиян, кім ұлт үмітін арқаламақ. Рональдиньоның әйгілі нөміріне мұрагер болып ап. Бірақ маңызды кезде жоқ болып кететін. Білмеймін тіпті. Идея 0 болып жатыр. Егер мен 9 голды 5 минутта соқсам ше. Сәтсіздікті 3-ші маусымда емес, енді 3-ші аптадағы жасай алам. Егер тырысып көрсем, онда қатарынан 2 қызыл қағазды бір матчта алам. Немесе жай ғана ортаңғы шепті бақылауға көбірек гол соғуға тырысамыз. Шаймаши, мәке, алтын допты қайтасың. Лука, әбден күлдірдің, ен жетер. Кімде лайықты идея бар өзі? Жоқ. Шаршап бітті мұнадан. Әр апта сайын шаш үлгімді өзгертем. Үнемі жаңа тойлау әдісін шығарам. Бірақ әлі басты рөлді алмадым. Міне саған басты рөл, Гризбой. Битсекше, сені мұна Перес қара жұмысшылар командасына жалғаттандырып жіберсе. Дзәтно, қасқа. Бізді қараш, құдайым-ау, неткен әдемі тән менде. Вау, өмірде аласа көрінеді екен. Ай бітпеңдер, егер бізге жүруге рұқсат етсе ертерек келетіне. Демалыс күніне жауапкершілікпен қарауларың керек. Окей, бумерлер. Сонымен, осы аптадағы Эль Классикода кім жеңеді? Осын шешейік. Маған бәрібір, анау жеңіс алсын. Маған да бәрібір. Жеңіс мен үшін қажет емес әлем? Бұл өмірімде көрген нағыз ақымақтық. Немене бәрің бастан кеткенсіңдер ме? Кевин. Қоқыс. Жігіттер, міне қарай кеткен сияқты. Кеттік. Ажыраған сияқтымыз. Айтпақша, сенен қатты жүгірдім, біліп қой. Кімсіңдер сендер? Біз мұна сендерміз, тек басқа ғаламнан. Сені ұстасам бола ма? Әрине. Ал мен сені. Сипа. Сен сатқын. Үстіңе неге пысыжы жетесін кейіп алғансың? Түсінбейсің мұны. Менің ғаламымда Суперлига жоқ. Барселонада қаржылай дағдарыс. Маған отбасымды асырау қажет. Жылап жатырмын. Барлығы ойлағаныңдай жаман емес. Өткен жылы біз Копа Американ жеңдік. Арғындармен трофи жеңдің бе? Бұл мен үшін ешқашан орындалмайтын арман. FIFA толықтай құртылды. Қазір халықаралық футбол сенің балаларға айтқан ертегің секілді. Санта Клаусқа ұқсайды. Немесе сырт алаңда соққан гол ережесі секілді. Сендер қашу үшін уақыт тұтамыз. Мені ешқашан ұмытпа, Криштиану. Барлығың, олар сыртта, тренд сияқты бұрыштамаға жүгіріп барады. Қайттық үйге. Кеттік, уақыт кеңістігінен тағы бір тесік жасайық.
2022 жылғы әлем чемпиондары. Ха-ха-ха, нақты бұл емес. Ойлы бә, дәл бұл емес енді. Мына ғаламда адамдар мен жылқылар біріккен. Лео, қараш, қолынан келді. Лео. Несі бар? Бақталасы аяқталды, мен жеңдім. Пеле, айға қонған алғашқы адам. Жозе автобусы компаниясы. Автобусыңызды тұраққа қоям. Юрген Клоп? О, сіз мені танисыз ба? Альбомдарымның бірін сатып алған шығарсыз. Не шайып кеттің? Сен Ливерпуль бапкерсің ғой. Англиядағы қаланың ба? Миға сыймайтын айтпаш. Мен жай ғана германиялық Геген фолк орындаушымын. Жарайды, жақсы, өзің біл. Тек айтшы, мекеніміз қайда? Мекен? Қандай? Андайше, сен және ғаламшардың 800 элиталық футболшылары мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүретінше? Не зат ол футбол деген? Доместик өніппін бар ғой. Футбол? Сен ба өзге ғаламнан келген? Иә, сен арнаға жазылып лайк бассын деп келдім. Маған сен осылай жасасаң, саған жақсы. Егерде 800 элиталық футболшылар бұдан бұлай футболшы болмаса не болар еді? Себебі олар футбол деген атымен жоқ параллельді әлемде өмір сүріп жатыр. Іш пыстырарлық ғаламда. Бұл қарапайым жігіттер шоуы. Жоғарғы деңгейдегі асхананы құрдым. Мен ғой жасаған. Мәзірде ешқандай да тіске басар жоқ. Мен мұны жалған жүрек жалғар деп атадым. Окей, тапас қой бұл. Тапасты қайта ойлап таптым. Сәлем, мен Фил, жасым 21-де, Стокпорттанмын. Виллаға мені алыңдар. Мұны махаббат аралымен шатастырып тұрған жоқпысың? Онда емес па не? Жоқ, бұл тіпті аралда емес. Таста онда. Херши паркте жұмыс істеу сондай жаман емес. Егерде кекс костюмі бар әлгі жігіт жұмысқа шыға алмаса, мен ең басты маскотқа айналам. Танысу сайтындағы менің профилімді қарағандарыңа рахмет. Өзім жайлы кішкене факт. Бэтменге косплей жасаймын. Сосын дайв барда жұмыс істеймін. Рендолар. Аргентинаның бір жері. Кеттік, Диего. Мені мұнда бәрі ешкі бағушы, яғни сексек атар ретінде таниды. Қарапайым ғана шаруа, ешкілер мен егістікті күзету. Бұдан басқа қандай тірлікпен айналысар ем, елестете алмаймын. Кейде бұлай ойлаймын, өткен өмірімде өзім ешкі болған тәріздімін. Мұнда мен барлық жәрмеңкелік трофейлерімді жинадым. Міне 7 бірдей апельсин доптар. Расын айтсам, соңғысы маған әділ берілмеді. Кешіріңдер, есік ашуым керек. Негізі қонақтар келе бермейтін. Лео, құдайға шүкір, сені табу үшін не істемедің десейші. Қарапайым рейспен ұшып әуежайда бутерброд жедім. Фу, тыңдаш, мен басқа ғаламнанмын. Ол жақта біз футболдан бітіспес бақталаспыз. Екеуміз де бай әрі танымалмыз. Мен сәл танымалдырақпын, себебі сенен гөрі көп жұмыс істеймін. Алайда өз ғаламыма оралу үшін мына сенің көмегің керек. Ол үшін сен және мен қос допты қатты тебуіміз керек. Сонымен, Лионель Месси, менімен бірге мына доптарды тепсесің бе? Окей. Нұсқау бойынша 3, 2, тебеміз. Іске асты ма? Жоқ, іске аспағаны көрініп тұр ғой. Сайтан алғыр малшы. Лебе, мына қаламнан шаршап кеттім бар ғой. Есімнен айырып тынатын бол. Мәселе неде екенін түсінген сияқтымын. Мына ғаламда футболда ешқандай күш жоқ. Себебі мұнда ол өмір сүрмейді. Бізге бұл спортты нөлден бастау қажет. Андай ма? Екеуміз ғана ма? Әлде... Мазаларыңды алсын, айып етпеңдер. Анда автобусымыз тоқтап қалды. Біз халықаралық бит труппасымыз. Биден әлем чемпионатына баратыр. Тоқтаңдар. Айтуларың бойынша Мухаммед Салах, Садио Мане, Роберт Левандовский болельші атанған ба? Халықаралық труппаға қосылып. Мына жігіттің автобусына отырған деш, және тура осында тоқтап қалды. Несі бар таң қалатын? Менің автобусым үнемі тоқтап қала береді. Айтпақша, рөлде мен отырмауым тиіс болған. Жұмыстан қуған мені. Кешіріңдер. Мына қызық шар не өзі? Не нәрсеге арналған? Бұл футбол доба. Тебу керек оны. Аяқпен. О, сондай бақыттымын. Өзімді осыған дейін мұндай қуанышты күйде сезінбеппін. Ұстаз, бұған бізді баулышы. Керемет жұмыс, жігіттер. Кім лимонад қалай? О, рахмет, Хэри. Бақандай кубогын шерем. Басты ауыртпа, менде ешқандай кубок жоқ.
Оу, белиссимо. Құдайым-ау, қараш мына тактикаға. Қайда әлгі Йохан Кройф? Мыналарға әлі талай жұмыс. О, жарайды, ұмытыңдар. Бәрі дұрыс. Сонымен жігіттер, сіздерде бүкіл спорттағы ең маңызды жұмыс бар. Осында тұрыңдар, жұмыс істеп жатқандай түр жасаңдар. Өздеріңді нақұрыс секілді ұстап, қолдарыңды сермеңдер. Тұрма орныңда, жүгіріңдер. Пас берсеңші. Керемет, дәл керегі. Вау, Криштиану Роналду. Сенің қимыл қозғалысың бүкіл әлемдегі жандардың жүрегін жаулап алды. Өзімді испан тілінің аудармашысы ретінде қызметке алуды ұсынар едім. Тілмен жақсы жұмыс істеймін. Тез үйренемін. Достар тауып беремін. О, мына жігіт маған ұнап тұр. Ал сен кімсің? Мен діндармын. Ойнасақ бола ма бізге? Әрине, мархабат. Несі бар? Мен ойдағыдай футбол қоғамын қалыптастырдым. Мына жас ойыншылар нағыз болашақ қой. Және олардың барлығы маған қарыздар. Мұндағы жұмысым аяқталды деп ойлаймын. Бұл дегенің енді үйіңе қайталасын деген сөз ғой. Жоқ. Міне. Футбол деген дәл осылай болу керек. Мен де тура осындай болуым қажет. Бәлкім қалғаным дұрыс шығар. Қалсам бола ма осында? Ей, байқаңдар! О, оралдың ба? Айтпақшы, сен Чемпиондар лигасының келесі маусымына іріктелмедің. Ліба! Бұл чемпиондардың 6-шы маусымның соңғы сериясы. Жаңа маусым 2022 жылдың қарашасында шығады. Және ол әлем чемпионатына арналмақ. Басамыз! Лайк пен жазылу түймешесін айтам. Ұмытпа! Бұл ең үздік футбол контенті.